жан қуып кеткен едік бәріміз. 10 күндей боп 10 жыл өтті кездестік. Бас қосуға арналады әніміз. Достар кетсек те біз есейіп, бар қызығын өмірдің бір кешейік. 10 жыл өтсін, жыл 20, көп жыл өтсін. Амандықпен әрқашан кездесейік, кездесейік, жүздесейік. Берер толы, маржан толы көңілден, бал бақыттың әсем әні төгілген. Дүниеге кірпіш болып қаланып, орнымызды таптық бүгін өмірден. Достар кетсек те біз есейіп, бар қызығын өмірдің бір кешейік. 10 жыл өтсін, жыл 20, көп жыл өтсін. Амандықпен әрқашан кездесейік, жүздесейік, кездесейік. Бір ұядан төлеп ұшқан құстармыз, жақсылық пен адалдыққа құштармыз. Еңбекпенен тіршілікке сән беріп, достық туын әркез биік ұстармыз. Бұл әнді қоштасатын түлектер үмітпен, ал араға уақыт салып қайта қауышқандары қуанышпен тыңдайды. 10 жыл бұрын деп алғашқы жолын айта бастағаннан ақ жұрт іліп әкетеді. Толқымайтын жүрек қалмайды. Шырқалып келе жатқанына 30 жылдан астам уақыт өтсе де, ән әлі де сол тұғырынан түскен жоқ. Арма Әнсер ағайын. Студиямыздың бүгінгі қонағы тыңдарманның ыстық ықыласына бөленіп, жүрегіне жол тапқан танымал әнші Майра Нұркенова. Майра апай, студиямызға қош келдіңіз. Білуімше, бұл әнді алғаш орындағандардың ішінде Лаки Кесоглу, Люция Төлешева, Байғали Момбеков сынды белгілі әншілер болды. Бірақ ән тыңдаушысын сіз арқылы тапты. Бұл ән репертуарыңызға қалай еніп еді? Кездесейік, жүздесейік деген ән Бейбіт Әлденбаевтың әні. Шынында да бұл ән хитке айналды десе де болады. Соны 83 жылда бастап мен атақты Гүлдер ансамблінде ән айтып жұмыс істеп жүрдім. Сол жылдан бастап мен осы әнді орындап, әлі шейін орындап келем осы әнді. Көрермендер қайда жүрсемде, қандай концерт болмасын осы әнді сұрайды. Яғни шынымен де сіз арқылы кеңінен халыққа таралды, ән тыңдаушысын тапты, ән әншісін, әнші әнін тапты дейміз. Майра апай, біз өзіңізді сонау 80-ші жылдары Алтыбақан, Қауышу, тамаша ойын-сауық бағдарламалары арқылы жақсы таныдық. Жалпы өнер жолыңыз қалай басталып еді, өнерге қалай келдіңіз, айтып отырсаңыз? Өнер жолы мен өзім бала кезінен жүрегіммен сондай бір керемет жақсы көретін.
ішкен асымды жерге қоятын баланың бірі болатын. Сол мектепте қабырғасында оқып жүргенде мен өзіме мақсат қойған, мен әнші боламын деп. Ол кезде дүркіреп тұрған Дос Мұқасан ансамблі. Сол кісілерге хат жазып мен Дос Мұқасанда Құрманай Омарова деген марқұм әнші, ол кісінің дауысы керемет, маған сондай төменгі регистрмен ән айтқанда керемет сүйсініп тыңдайтын. Мен де сол кісі сияқты әнші болсам деп хат жазған едім. Бірақ ойламаған жерден ол кісілерден маған жауап келді. Сіз Алматыға келіңіз, біз сізді тыңдаймыз, ұнасаңыз аламыз деп. Сонда төбем көкке жеткендей қатты қуанғам. Содан кейін мектеп бітіргеннен кейін анам маған батасын беріп, Алматыға шығарып салды. Сол Алматыға келіп консерваторияға келгем. Еркеғали Рахмадиевич болған. Бекен Жылысбаев ағамыз болды. Сол қарағым, даусың опера әншісі болсаң, меццо-сопраноға келеткен. Документті тапсыруға болады деп сөйтті. Сол кезде мен баламын ғой. Ой, мен опера әншісі болғым келмейді, мен эстрада әншісі болғым келеді деп. Ондай болса, эстрадный студия деген бар бізде, соған барсаң болады деп. Маған сол кісілер жолдама берді. Соңғы мен өзімнің класстасыммен Галима деген екеуміз эстрада студиясына келдік. Мен өттім, түстім, құрбым өтпей қалды. Сон жаман ыңғайсызданып, соған мен бір кінәлі болғанда өзім сезініп. Сол құрбым содан кейін мені көрмей кетті. Мен түсінген жоқпын, неге олай болды. Сіз бір сөзіңізде менің өнер жолым қиын болды деген екенсіз. Олай деуіңізге не себеп? Эстрада студиясын біткенде Гүлдер ансамблі мені әнші ретінде шақырды. Марқұм ол кезде Қабиден Кенжебек Тұяқаев деген директор болды. Мені шақырып, Роза, Нағима, Айжан, Мақпал, Сембек, бәріміз бірге қаншама еңбек етіп талай гастрольде жүрдік. Содан үлкен осы сахнада өнер жолым сол Гүлдерде басталды десем өтірік емес. Сол Құдайға шүкір, Гүлдер ансамблінің арқасында үлкен тәжірибе алдым. Ел көрдім, жер көрдім дегендей, тағы бір конкурстарға қатысып, лауреат атанып дегендей. Енді білмеймін, енді әркімнің өмірде жолы маңдайға қалай жазады дегендей. Сол кезде бір жақсы продюсер. Ол кезде болған жоқ қой, продюсер жоба. Сонда кісі кездескенде мүмкін өнердегі жолым басқаша болар ма еді. Одан кейін өзім көкейімді ойлап жүргем, осы әйел адамға ең бірінші отбасы, ана болу деп өзім. Солай ойлап жүрдім өзім. Ең бірінші орында солай деп. Ойыңыздан қателескен жоқсыз. Құдайға шүкір, Рахима есімді талантты қызыңыз бар. Әсел есімді үлкен талантты қызыңыз бар, белгілі қобызшы. Сондықтан ана ретінде де, жар ретінде бағын жанған әншілеріміздің бір емес бірегейсіз, Майра апай. Майра апай, сіздің репертуарыңызда Исраил Сапарбаевтың сөзіне жазылған «Егіз лебіз» әні де халыққа сіздің орындауыңызда кеңінен тарады және жүрегінен орын алды. Осы ән сіздің қоржыныңызға қалай түсіп жүр? Әлде арнайы жазылды? Жұмағұл Қыдырәлиев ағамыз маған телефон шалып айтты. Мен осы бір-екі ән жазып едім. Әй, сол сенің даусыңа келеді ғой деймін, Майра, келші тыңдашы деп мен әдейі шақыртып. Сонда ең бірінші көрсеткен әні «Егіз лебіз» әні болатын. Маған ұнады. Одан кейін ол кісі айтты, Исраил Сапарбаев қой сөзін жазған. Соң ақылдасып отырып, соң Исраил ағада маған айтты, осы ән Майраға келеді, сен соған бер деп айтты. Соң мен саған әдейі осы әнді саған нетіп отырмын деп. Бұл әннің сіздің табиғатыңызға келетін Исраил ағамыз байқаған болу керек. Солай шығар. Содан кейін аранжировка жасатып Талғат Сарыбаевқа осы әнді мен айта бастадым. Осы әнмен және де халықаралық фестивальға мен қатынасып лауреат болдым. Бұл ән деген сол кезде адам жүрегінен орын алған деп айтсам. Әрине, ол сіздің орындауыңызда. Мен де әлі есімде осы бала кезімнің өзінде сіздің орындауыңызда «Егіз лебіз» әнін жақсы көрдім. Сіздің орындауыңызда қабылдадым. Сіздің орындауыңызда мен «Егіз лебіз» әнін таныдым. Жасыратыны жоқ. Сондықтан бұл әннің бағын ашқан әнші өзіңізсіз. Майра апай, енді... Бірақ оны көбісі білмейді. Ол арнау
Арнау тобының әні деп айтқанда өзім Енді ол ойлап қаламын. Кейінгі жастар орындап кейінгі жүр жастар қазір. солай ойлайды. Ол мүмкін қазір сөзіңіз аузыңызда, экранға назар аударып, біз сол өнердегі соңыңыздан ерген іні қарындастарыңыздың, бауырларыңыздың орындауында тыңдап көрейік, әңгімемізді одан әрі жалғастырамыз. Көгімдегі айым дейін сені, көкшедегі қайың дейін сені, көзден ұшып жырақта жүрсең. Шам шырағым күнім дейін сені, әнші бағым гүлім дейін сені, өзіңмен бір жұмаққа кірсең. Келші бағыма әлде қайда ұшпай, келші жаным, қоншы қолыма арман аппақ құстай, қоншы жаным, келші бағыма, қоншы қолыма, келші жаныма, кел. Сағынғанда саялайын сені, аққуымдай аялайын сені, айдыныңда қалықта жаным. Бала қаздай мәпелейін сені, жаң өмірге жетелейін сені, жаныма кел, жаныма жаным. Келші бағым. Майра апай, міне өзіңіз тамашалағандай, қазіргі таңда мына жас буынға Арнау тобының орындауында бұл ән тарту етілді. Қалай, көңіліңізден шықты ма, әлде көңіліңіз толмайтын жерлері бар ма? Жастар енді ерекше орындайды ғой. Біз енді кішкене үлкен буынға жататын болған кейін, мен кішкене менің орындауым жаңағы Нәзіктеу. иә, үлкен буын тыңдаушыларға жақсы қабылдайды. Вот жастарға маған ұнайды. Тек қана жаңағы припевына келген кезде, қайырмасына келген кезде кішкене зарлық нетеді, басым болып тұрады. Ол нәзік болғаннан кейін кішкене нәзіктеу болса екен деп ішімнен ойлап қоямын. Тек қана солар. Былай жалпы жақсы. Қайын дейін сені, көзден ұшып жырақта жүрсең. Шам шырағым күнім дейін сені, әнші бағым гүлім дейін сені, өзіңмен бір жұмаққа кірсең. Сағынғанда саялайын сені, аққуымдай аялайын сені, айдыныңда қалықта жаным. Балық аздай мәпелейін сені, жаң өмірге жетелейін сені, жаныма кел, жабықта жаным. Майра апай, сіз өзіңізде шәкірт тәрбиелеп жүрсіз, ұстазсыз, жалпы аға буын өкілі ретінде қазіргі соңыңыздан еріп келе жатқан өнердегі жастарға қандай ой, пікір, ақыл, баға берер едіңіз? Ақыл айтар едіңіз, қандай баға берер едіңіз? Қазір жастардың көбісі әнші болғысы келеді, өнерге ұмтылады. Көп. Мен де өзім
ойлап жүрмін, енді жаңағы бір шәкірт тәрбиелесем деген өзімде ойым бар. Жоспарыңызда бар, яғни. Жоспарымда бар, әрине. Халық айтса қалт айтпайды дейді, біз сізді шәкірт тәрбиелеп жүр деп естідік. Өнер жолы өте қиын ғой. Өте қиын. Талантты жастар өте көп, бірақ өкінішке орай олар бір басын төбесін көрсетіп қалады да, одан кейін көрінбей кетеді. Мүмкін оның барлығы еңбекке, еңбекқорлыққа келіп тірелетін шығар. Көп еңбектену керек шығар. Көптеген нелер бар ғой бізде, байқаулар, KZ дей ма, X Factor дей ма, Жас қанат дей ма, сондайлар көп бар. Содан озып шығады. Содан кейін қалады дейсіз. Одан кейін қайта қалады, көрінбей кетеді. Сондайларға жастарға қолдау жасау керек қой. Осы біздің Қазақстан эстрадасын дүние жүзіне, әлемге шығаратын бір жас туылатын уақыт болды ғой деп өзім ойлаймын да. Дұрыс айтасыз. Майра апай, тегінде әнді ән қылатын оның сөзі ғой. Қазіргі таңда сіз қандай ақын сазгерлермен тығыз шығармашылық байланыстасыз? Қандай әндер жаздырып жатырсыз? Жұмағұл Құдырәлиев ағам маған бір ән ұсынған, Ғашықтар вальсі деген ән. Вальс екпінмен жазылған, бірақ бұл ән енді орындалып жүр. Алла бұйыртса, жаздыңыз, дайындадыңыз? Дайындап жүрмін, бірақ Жұмағұл айтады, аранжировкасы онша көңіліне шықпай тұр, оны жаңалап жасау керек дейді. Енді ағаны тосып жүрмін, енді өзін композитор біледі ғой, қалай жазу керек екенін. Қазір енді көбінесе мына ретро әндерді, халық әндерін жаңғыртып шығарып жүр әншілер. Сіздің даусыңызға, сіздің тембрыңызға арнайы ән жазған ақын сазгерлеріміз болды ма? Исраил Сапарбаев, Жұмағұл Құдырәлиев. Оның ішінде Исраил аға өзінің дуетін арнайы бізге жазған жолдасым Махмұт екеумізге мысалы. Ол да өте танымал болды. Жүрекке жүрек тіл қатар деген ән, сұлулық сазы, оның ішінде жаңағы екі жүрек деген ән, мысалы өте кеңінен танымал болып кетті. Аққулар самғап, ән шырқап ұшып барады. Самал есе ағаштар жайнап жырлайды. Ғашықтар көңілі шалқып, гүлдерге толы құшағы. Қимастықпен олар үнсіз көзбен қарады. Екі жүрек үнсіз тілдестен ені, ашылмады махаббаттың бір сыры. Ақ қайыңдар әсем қолдарын созып, жан сезімін ұққандай тербеледі. Жұлдызды аспан аққайың үні оятты менің жанымды. Нұрға толы көзіңнен ұшқын боп лаулайды. Сыңғырлаған сенің күлкің, тәтті қиял әсерлі сезім. Әлдилейді махаббаттың ғажап әуені. Екі жүрек үнсіз тілдестен ені, ашылмады махаббаттың бір сыры. Ақ қайыңдар әсем қолдарын созып, жан сезімін ұққандай тербеледі. Еркін Слегенов ағамыз сонау 82 жылы «Қар жауып тұр» деген ән. Кезінде тамаша ойын сауық өте танымал болды ғой. Сол кезде жаңа жылдық бағдарламаға бізді осы әнмен шығасыңдар деп марқұм Лұқпан ағамыз. Содан кейін әріптесім Гүлзира деген әріптесім қыз маған айтты, ол кезде дуэт деген жоқ, дуэт деген, трио дегендер тіпті мүлдем жоқ болатын. Біз баккара болып шығайықшы деп.
екеуміз арнайы көйлек тігіп, екеумізде бойымыз ұзын, шашымыз ұзын, екеуміз дуэт болып шыққанда қар жауып тұр, мен осы сезіп тұрдық халықтың қалай бізге деген сондай қабылдаған. 82 жыл деген ол қай заман, 30 жылдан асты. Халықтың жүрегінде қалған сол ән. Қазір мен ол кезде эстрадалық симфониялық оркестрмен біз аранжировка жасап шығарғанбыз. Қазір мен оны жаңалап аранжировкамен орындап жүрмін. Жалпы бағана әңгімеміздің басында өзіңіз де айттыңыз, егіз лебіз әнімен талай халықаралық байқауларға қатыстым деп. Сонау Мәскеудегі қаншама байқауларға қатысып жүрдіңіз, тіпті көп байқауларда жүлделі орындармен қайтып жүрдіңіз. Кейінгі кезде осы бір қарқын басылып қалғандай. Қазір қайда жүрсіз? Қандай шығармашылық? Мынау әр өнер адам бір шығармашылық өзінің бір бабында болу керек қой. Дұрыс айтасың. Кейбір көбісі мен білмейді, мен астаналық болып кеткенімді. Алматыдан звондап жатады, сізді хабарға шақырайық деп едік, сұхбатқа шақырайық деп. Ойбай, мен Астанадамын ғой десем, қашаннан бері сіз Астанадасыз деп таңғалатын әлі көшкен адамдар бар. Өзіміз де сіздің көшіп кеткеніңізді байқамай қалдық. Бірақ енді қазір көбісі осында көшіп жатыр ғой. Көп осы өнер жұлдыздары да, өнер адамдары да осында көшіп жатыр. Енді өзім қазір осы Астанаға шақыру ой келгенбіз, әйтпесе ойымда жоқ болатын Астанаға көшіп келетін. 2001 жылы осы президенттік центр орталық сонда шақырылдық, сонда концерт залы болған, сонда әнші ретінде, сонда мен шақырылғам. Одан кейін 5-6 жылдан кейін филармонияға ауыстым. Осы бүгінге дейін мен осы мемлекеттік Астана қаласының филармониясында еңбек етіп жүрмін. Енді қазіргі таңда гастрольдік сапарларға шығып жүрсіз ба? Жалпы есімде осыдан шатаспасам 1-2 ай бұрын шамасында сіз өзіңіздің жеке есеп беру концертіңізді Алматы қаласында жоспарладыңыз. Қазір кейінгі осы кезде осы жеке концертпенен өзіміздің елімізді аралап шыға бастадым. Таразға, Қызылордаға, Алматыға барып келдім дегендей. Енді осы бағытпенен әрі қарай жалғастырамын деген ойым бар. Той басталды отырарда сұлу сырдың бойында, кеудесінде оты жанған қызыл құмның қойында, ауыздарда аты қалған талай ақын толғаған, осындай той отырарда бұрын соңды болмаған. Туған елім, өскен жерім, асқар белім, сенсің әлім менің, өмір сәлім менің. Алақандай аялаған арманымда өзіңсің, ақ тілегін аямаған ардағымда өзіңсің. Сендегі жас кәрінің де қуанышы мол болсын, қазағымның әр үйінде дәл осылай той болсын. Сізді өнерге жетелеген ұстаздарыңыз туралы да айтып отырсаңыз. Совет одағы кез, Гүлдер ансамблінде бәрі болды ғой. Эстраде символиялық оркестр, дирижері Тасқын Оқапов, балетпен де айналыстық, жеке концертмейстер по вокалу да болды, бізде репертуарды да таңдайтын, көйлекті де тіккізетін, Шығармашылық атмосфера бәрі мықты болды жасалған дейсіз. ғой. Гүлдер ансамблінде Қабиден Кенжебек өте мықты администратор, директор болды. Әр әншіге, тіпті бишіге, киіміне дейін өте үлкен не беретін, жауапкершілікпен қарайтын. Ол кісі өзі нететін, айтатын. Мұны сен барасың, сен бүйтесің, сен сөйтесің, бұлай болу керек деп ол кісі требовать ететін. Мен сол жағынан өте риза болатынмын сол кісіге.
Яғни сіздің өнердегі алғашқы өте ұстаздарыңыздың көп бірі тәжірибе алдым. Түйеқаев ағамыз ба? Ең бірінші Алматыға келгеннен бастап Каукен Кенжетаевич ағамыздан мен Менің де ұстазым Каукен Кенжетаев. эстрада студиясында сол кісіден оқыдым мен. Гастролдарға алып шығатын бірге. Әй аңқауым-ай, ой қызым-ай деп кейде маған күлетін ол кісі. Сонда мен түсінбеймін, неге өйтіп айтады маған деп. Кейін түсініп келатырмын ғой мен оны. Қазір енді. Бәрекелді, яғни алғашқы ұстаздарыңыздың Әкем сияқты болатын ол кісі. бірі Каукен ағамыз. Каукен аға менің де ұстазым. 4 жыл Каукен ағадан мынау өнер институтында музыка драма бөлімінде тәлім тәрбие алдым, вокалдан сабақ алдым. Өте тамаша адам, шынымен әкеміздей болды. Майра апай, жалпы өнер жолы қиын жол деп жатамыз ғой, оны сіз де айтып отырсыз, мен де айтып отырмын. Бірақ ол дүниені қиын екен, сіз білесіз, мен білемін. Мына көпшілік көрермен жете түсіне бермейді. Әншілердің өмірі рахат, не, әнін айтты, әдемі киініп, кетті, уайым жоқ, қайғы жоқ деп ойлайды. Осы жайында не айтар едіңіз? Мен енді осы сахнада жүрген 40 жылдай уақыт болған шығар. Әжептәуір жасқа келдік, Құдайға шүкір, тәуба. Ол ана болу, жар болу, өнерде жолын алып жүру деген мүлдем өте қиын. Әйтсе қыз балаға өте қиын әрине. Дұрыс айтасыз, Майра апай. Енді біз өнерде еңбектену керек, ештемеге қарамай. Дұрыс айтасыз. Еңбектеген адам бір жерден шығады. Сіздің орындауыңыздағы осы өткен ғасырдың 60-шы жылдарында дүниеге келген Әсет Бейсеуов ағамыздың Алтыным әні туралы жалпы алып қашпа әңгіме көп, пікірталас көп. Осы әннің тарихын білесіз бе? Мен есімде Әсет ағамыз көп әндерін өзінің жолдасына арнады деп. Осы үйдегі жеңгелеріңе арнадым мен деп сөйтіп отыратын ол кісі. Бірақ көп нәрсені мен естіген емеспін. Шығармашылық адам қашанда ізденіс үстінде болу керек қой. Қазіргі өзіңіз қолыңыз қалт ете қалған жағдайда немен айналысасыз? Өзімде бір көкейімде бар, үлкен бір жеке концерт өткізсем, телеарнаға түсірсем деп. Енді жаңа өзім айтып кеттім ғой, 2 қызым да өз өнерде, Сенім Қобызшы, Белес деген өте бір этно-эстрадалық топта жұмыс істеп жүр, Құдайға шүкір. Біраз атақтарға ие болды. Одан кейін жаңа кішкентай қызым өнер университетінде пианистка, колледждің 1-ші курсын бітірді. Одан кейін өзімнің сіңлім бар, Айжан Нұркиянова. Осы Англияда Королевский академияны бітірген пианистка. Соны айтып атырмын да, өзім осы Нұркеновтар әулетінде осындай талантты қыздар, Құдайға шүкір, шығып жатырмыз. Неге бізге басымызды қосып бір үлкен концерт бермейміз деп. Сол қыздармен ақылдасып едім, олар деген көздері жанып, дұрыс айтасыз, давайте қолға алайық деп сөйтіп сондай бір жоспарлап отырмын. Енді Құдайға шүкір, мүмкін бұйыртса
бәрі ойдағыдай болатын шығар деп ойлаймын. Майра апай, уақытыңызды арнайы бөліп келгеніңізге мыңда бір алғыс, сырлы сұхбатыңызға рахмет дейміз. Шығармашылығыңыз ән сәулесімен әрі қарай нұрлана берсін деген тілек айтамыз. Құрметті тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызды осымен аяқтаймыз. Амандықта жүздескенше. Шаңырағыңыздан ән үзілмесін.